Бұл мазмұндама баспасы соңғы жылдары Шыңғыс Мұқан мырзаның жетекшілігімен ашылған баспа. Соңғы жылдары қазақ тілді кітаптардың толығуына және шетелде шыққан өте жақсы, өтімді, пайдалы кітаптарды бізге жеткізуге себеп жасап, қазақ тілді кітаптың көбеюіне өз үлесін қосып жүрген баспаның бірі. Бұл баспада кітаптың өте көп таңдауы бар. Менде бұған дейін де біршама кітаптары болған. Сондықтан мен өзіме ең қажетті деген кітаптарды сатып алдым. Соның бірі Америка шетел көрген қазақтар деген кітап. Бұнда шетелге шығып әртүрлі кәсіп бастаған, жетістікке жеткен азаматтардың өмір тәжірибесі жазылады. Сондықтан мен бұл кітапты оқып көру және өзімнің тұлға дамуыма бір пайдасы тиеді деген ниетпен сатып алдым. Бұрында ойымызда болған. Екінші бақыт гармондары, яғни бұл өзімізді тану үшін керекті кітаптың бірі деп есептеймін мен. Екінші бұл бұрыннан ойда жүрген кітап сатып алуға және біздің қарастырып жүрген тақырыптарымызға байланысы бар болғандықтан біз білесіздер, бала тақырыбын қарастырып сол туралы ізденіс жасап жүрген жайымыз бар. Сол балаларды бағыттау мәселесінде де болашақ деген кітап. Бұл кітап сериямен шыққан кітап, менің білгенімде. Бұл әртүрлі тақырыптарды қамтиды. Денсаулық тақырыбы бар, тәрбие тақырыбы бар, отбасы тақырыбы бар, тағы басқа тақырыптар бар. Менеджмент, маркетинг саласы бойынша, қаржылық сала бойынша, іскерлік салаларына да байланысты. Бұнда әлемде ең танымал, жақсы жазылған осы міне мына болашақ тақырыбы болса, болашаққа қатысты жазылған 10 кітап. Жаңағы айтып отырған желілердің барлығы солай 10 кітапты мазмұндайды. Яғни қысқаша мазмұндары ең керекті, өзекті жерлері. Бұл әсіресе кітап оқуға уақыт таппай жүрген адамдар үшін өз бағыты бойынша сатып алса, бұл баспаның осы сериясының ең бір басты ерекшелігі сонда уақыттарыңызды үнемдейсіздер және сығып ең бір қажетті жерлерін жазған. Ал енді келесі сатып алған кітабым, бұл да уақыттан бері сатып алсам деп жүрген кітабым, тамақтың миға әсері деген. Дұрыс тамақтану туралы. Орыс тілінде азаматтар ПП деп жүр ғой. Негізі ДТ ғой, дұрыс тамақтану. Сол тақырыбында жазылған кітап. Бұл кітапты алсаңыздар өкінбейсіздер деп ойлаймын. Мен өзім және отбасымның денсаулығы үшін сатып алдым бұл кітапты. Оқуға кеңес беремін. Ми қалай жұмыс жасайды, азықтану дағдысының миға және мидың біздің күнделікті өмірімізге, жетістігімізге, еңбектенуімізге қатысы туралы баяндайды. Менің бұл кітаптан бұған дейінгі үзіп-үзіп танысқан мағлұматым осындай. Кітаптары бай мазмұн, қызықтырды.